Жан дауысы шықпағанымен іштегі жара күнде жылайды. Менің есімім Аяжан, қазір 16-дамын. Бірақ менің балалық шағым аяқталмай жатып, жан шығып қалған. Әкем бізді тастап кеткенде мен небәрі 7 жаста едім. Анам жылап жүріп, түнде еден жуып, күндіз нан сатты. Біз ешкімге жалынған емеспіз. Тек өмірден әділет іздегенбіз. Бір күні үйге алыстағы туысымыз Нұрсұлтан аға келді. Анам оны ағаңның баласы, өз бауырың деп таныстырды. Қаладан жұмыстан қысқарып, ауылға уақытша келіптіміз. Көзіндегі от, күлгені жылы көрінген. Алғашында мен оған сендім. Аяжан деп еркелетіп сөйлейтін. Тіпті анамның еркелеткенінен де тәтті естілетін. Бірақ неге екенін білмеймін. Бір күні жаныма тым жақындап келіп, шашымнан сипағанда жүрегім біртүрлі соқты. Бөтен, суық, түсіне алмай, жай ғана жылы сөз екенін өзіме сендірдім. Сол түн ешқашан ұмытылмайды. Анам түнгі жұмысқа кетті. Үйде мен, інім және Нұрсұлтан аға қалдық. Інім ұйықтап жатқан. Мен бөлмеме кіріп, жарықты өшіріп көрпеге орандым. Түнгі үнсіздік жабысып тұрғандай еді. Сосын есік жай ғана сықырлап ашылды. Аяжан деген сыбырды естідім. Үнім шықпады. Өзімді естімегенде кейіп таныттым. Бірақ сол сәтте жүрегім қатты соғып, терім мұздап кетті. Ол ішке кірді. Мен қозғала алмай қалдым. Көзімді жұмып, қорқынышпен тығылып жаттым. Бірақ ол үндемей жаныма келіп отырды. Көрпені түріп, аяқ жағымнан ұстап, ақырын аяғымды тартып қозғалтты. Мен тұрып кеткім келді, бірақ денем мені тыңдамай қалды. Тек іштей кетші, өтініш, ештеңе істеме деп айқайлап жаттым. Бірақ сол түн менің үнсіз жан айқайыммен ғана өтті. Ол маған ешкімге айтпа деді. Мен тек басымды изедім. Тек сол сәтте тірі қалғым келген шығар. Сол түні мен бала болудан қалдым. Тек жастыққа жас тамып жатты. Есікті іштен кілттеп жатып қалдым. Таң атса да жанымдағы түн кетпеді. Кейбір күлкілер кейбір сөздер тұзақ. Сол түннен кейін мен өзгере бастадым. Бұрын сыныптастарыммен шулы, көңілді жүргенмен енді үнсіз қиялға батып кеткен бір қызға айналдым. Сабақта мұғалім тақтаға шақырса, қолым дірілдеп, даусым шықпай қалатын. Көзім үнемі жерге қарап тұратын болды. Анам ештеңе байқамады. Қайдан байқасын, таңғы 6-да шығып, түнгі 12-де келеді. Үстінде иіс сіңіп кеткен ескі форма, жанарында шаршау мен үмітсіздік. Ол маған емес, тек тіршілікке қарап жүрді. Ал Нұрсұлтан аға болса, баяғысынша күлімдеп жүр. Жанымызда жүргенде ештеңе болмағандай сөйлейді. Бауырларымен ойнап, анама жәрдемдескен болып, өз орнын тапқандай. Тек менің көзіме тік қарағанда ішім шым ете түседі. Ол адам емес сияқты, кейде қасымнан өтіп бара жатып, арқамнан сипап кетеді. Қарнымды уқалағандай болады. Мен бір етіп шошып, қаша жөнелем. Ой, кішкентай кезіңнен сондай тыжырынып тұрасың ғой, дейді күліп. Бірақ мен ол күлкінің астарында не жатқанын білемін. Бірде мектептен келсем, інім ауырып қалыпты. Анам дәрі алуға кеткен. Үйде екеуміз ғана қалдық. Мен бөлмеме кіріп, бірден іштен кілттеп алдым. Сырттан ақырын дауыс естілді. Аяжан, кілттеме. Сенбейтіндей не істеп қойыппын саған? Мен үнсізбін. Кеудемдегі тыныс қысыла береді. Ол үнін бәсеңдетіп, кішкентай кезіңде мен сені иіскеп ұйықтататын едім ғой. Сен маған үнемі аға кетпеші деуші едің. Есіңде жоқ па? Деді жай ғана. Жүрегім суып кетті. Мен ешқашан ондай сөз айтқан емеспін. Сол сәтте түсіндім. Ол менің санамды өзіне көндіру үшін өткенге өтірік қоспақ. Бұрынғы естелікті өзгертіп, өзін жақын адам етіп көрсетуге тырысып жүр. Бірақ мен енді бұрынғы Аяжан емеспін. Жанымда айқай тұр. Тек дауыстап айтуға батылым жетпей жүр. Сол көктем,
Менің өмірімдегі ең ұзақ мезгіл болды. Уақыт тоқтап қалғандай. Таң да атады, күн де батады. Бірақ менің ішімнен кетпейтін бір түн бар еді. Ол түн әр кеш сайын қайта тіріліп, жаныма оралатын. Кейде мен терезеге қарап, осы үйдің қабырғасы сөйлей алса ғой деп ойлайтынмын. Өйткені мен үндемеймін, мен жылай алмаймын, мен тіпті айқайлай алмаймын. Үнсіздік менің қорғаным болып алған. Бірақ сол үнсіздік бір күні мені жұтып жібере ме деп қорқам. Анам бұрынғыдай мендегі өзгерісті көрмейді. Қалжырап келгенде тек сабағын қалай деп сұрайды. Мен жақсы деймін. Солай күндер ауыса береді. Ал Нұрсұлтан аға бұрынғыдан да батылырақ. Анам үйде болмаса, менің соңымнан бөлмеме келіп есік қағады. Тек сөйлесеміз, сені сағындым дейді. Мен үндемеймін. Тар бөлменің бұрышына тығылып, тістеніп жатамын. Ол кетпей біраз тұрып, сосын күліп шығады. Бір күні мен ұйықтап қалған екенмін. Түн ортасында оянсам, біреу көрпемді көтеріп тұр. Дене қозғалып жатқан жоқ, дауысым шықпайды. Көзім жасаурап кетті. Сол сәтте есік алдынан інім жылап жіберіп, анамның дауысы естілді. Нұрсұлтан шошып, артына бұрылып шығып кетті. Ол түн мені құтқарды. Бірақ мен үнсіздігіме қайта кіріп кеттім. Ертең сабақта бір мұғалім мені тақтаға шақырғанда сандарды шатастырып жылап жібердім. Сол сәтте мұғалім емес, кітапханашы апай маған келіп, «Аяжан, бәрі дұрыс па?» деді ақырын. Мен басымды изедім, бірақ жанарымдағы көз жасым оған бәрін айтып тұрғандай еді. Анам бірде маған қарап тұрып, «Сен бұрын сондай күлімдейтін едің ғой жаным. Қазір неге сөйлемейсің? Қыздардың ішінде ең тұйығы болып кеттің» деді. Мен жауап бермедім. Тек оның шаршаған жанарына қарап тұрып, «Анашым, сен мені ешқашан көрмегенсің ғой» деп іштей сыбырладым. Сол түні мен есікті кілттеп, үстіне үстел сүйеп ұйықтадым. Бірақ қорқыныш кілтпен кетпейді екен. Ол ішіңе кіреді. Сөйтіп өзіңмен бірге тұрады. Жаныңда, орныңда, ойыңда. Нұрсұлтанның әрекеттері барған сайын ашыққа айналды. Ол мені бұрынғыдай түрткілемейді. Жаныма келіп арқамнан сипап, «Сен қашан есейіп кеткенсің» деп астарлап сөйлейді. Ол тіпті ішкі дүниемнің қирап жатқанын көреді-ау деймін. Өйткені менің қорқып тұрғаным оған билік бергендей. Жай ғана тоқта дей алмайтын халде жүргенімді біледі. Бірде мен сабақтан кешігіп келдім. Үйде ешкім жоқ. Кіре бере жүрегім аузыма тығылды. Себебі еден жуып жатқан адам ол. Мен шошып тоқтап қалдым. Ол артына бұрылып, сол баяғы күлкісін тағы көрсетті. «Келдің бе? Сенің бөлмеңді жуып қойдым. Таза ұйықтаған жақсы ғой» деді. Мен үндемедім. Сол сәтте сәлден кейін анам да келді. Жүрегім орнына түскендей болды. Бірақ мен түнге дейін санауды әдетке айналдырдым. Таң атқанша неше сағат, анаң жұмыстан қайтқанша неше минут. Менің уақытым енді күнмен емес, қорқынышпен өлшенетін болды. Бір күні кітабымды үйде ұмытып, мектепке бос келіппін. Кітапханашы апай шақырып алды. «Аяжан, не болды? Қолың дірілдеп тұр, көзіңде ұйқы жоқ» деді. Мен тағы үнсіз қалдым. Бірақ ол қоймай ақырын қолымды ұстап тұрып, «Кейбір оқушылар үнсіз болады, бірақ ол үнсіздіктің артында көп нәрсе жатуы мүмкін» деді. Сол сәтте мен жылағым келді. Бірақ көз жасым шықпады. Тек қолымды тартып алып, кітапты алып сытылып кеттім. Таң атып еді, бірақ менің жанымда тағы да сол түн тұрып алған болатын. Кітапхана менің тығылатын жалғыз орным еді. Мұндағы үнсіздік үйдегі түннен емес, тыныштықтан тұратын. Кітапханашы апай Мәдина ханым, жасы 50-ге келген, үнемі шарып тағып жүретін жұмсақ мінезді, сабырлы адам. Ол алғаш рет менің ішімдегі мұңды көзімнен байқаған. «Аяжан, саған бір кітап ұсынам, бірақ бұл жай оқу емес, бұл жүрекпен оқу керек дүние» деді. Ол маған «Көкек айқайы» атты ескі, бірақ ішкі жараны дәл сипаттайтын кітап берді. Бір қыздың отбасындағы ауыр жағдайдан қалай өткенін, ішкі күйзелісімен қалай күрескенін баяндаған. Басында түсінбедім, бірақ кейіпкердің жағдайы маған қатты ұқсай бастады.
Әр сөйлем менің ішімнен өтіп жатқандай. Сол кезде мен өзімнің жалғыз емес екенімді алғаш рет сезіндім. Мадина апай күнде мені кітап сылтауымен шақырып отыратын болды. Кейде жай ғана шай қойып, қасында отырып үнсіз отыратын. Бірақ сол үнсіздік мен үшін ең жылы сөздей сезілді. Бір күні ол жай ғана сұрады: «Аяжан, үйіңде өзіңді жайлы сезінесің бе?» Мен ойланып тұрып, ақырын басын